Қырғи қабақ соғысы 1946-1991 жылдар аралығында әлемдегі екі саяси жүйедегі аса ірі мемлекеттер Кеңес одағы мен ақш арасындағы бақталастық саясат. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Гитлерге қарсы одағы ыдырап, Кеңес одағы мен ақш басшылары дүние жүзін қайта саяси бөліске салды. Кеңес одағы мен ақш арасындағы бәсекелестік көптеген салаларда қарама қайшылықтарға әкелді. Жанжал 1946 жылы Черчилль әйгілі Фултонда сөз сөйлеген кезде батыста антикоммунистік үгіт басталды. Кеңес одағы шығыс және орталық Европа елдеріне социалистік жүйені енгізді. ақш пен батыс Европа елдері Кеңес одағы мен социалистік жүйеге қарсы тұру үшін НАТО соғыс блогына бірікті. Ал Кеңес одағы бастаған социалистік елдер Варшава шартын құрды. Шығыс Европа елдері Маршалл жоспарын қабылдамады. Кеңес одағы экономиканы қалпына келтіруге бар күшін салды. Екі жақта жанталаса қаруланып, ядролық, химиялық, биологиялық қарулар жасауға кірісті. Ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтары соғыс мақсатына бағытталды. Екі саяси жүйе арасындағы текетірес нәтижесінде Кореяда, Вьетнамда, Ауғанстанда, Таяу Шығыс, Латын Америкасы және Африка елдерінде әскери қақтығыстар жиі болып тұрды. Нәтижесінде социалистік жүйе дағдарысқа ұшырап, 1985 жылы Кеңес одағында басталған қайта құру саясатынан кейін социалистік елдер нарықтық қатынастарға көше бастады. 1991 жылы Кеңес одағының ыдырауымен қырғи қабақ соғыс аяқталды. Кариб дағдарысы Сұлқ соғысының тарихындағы әйгілі бір оқиға. ақш пен Кеңес одағы арасындағы қарулану бәсекесінің ең қауырт кезеңі. Қырғи қабақ соғысы кезінде ақш Кеңес одағына қарсы тұру үшін Батыс Европаның елдерімен ынтымақтастықта болды. Бұдан кейін шамамен жарты ғасырдай әлем биполярлық тепе-теңдікте өмір сүріп, социалистік мемлекеттер мен капиталистік мемлекеттер жүйелері қырғи қабақ соғыс жылдарында өмір сүрді.